Біз не деп айтуымыз керек? Конкретно анау пысыр. И оған бұл жеңіл. Өзіне жауапкершілік алу қиын әйел. Ол ер адамға жүгінеді де сұрайды. Қандай көйлек киейін? Көк па, қоңыр ма? Біз не дейміз? Басымда тұрмыш, киіп жүр. Бірақ не деу керек? Осы көк кисең күшті болады. Бірақ анау да әдемі. Вообще любой көйлек саған жарасады. Бірақ қазір көк кие бер. Сонда ол әйел кісі өзін әйел болып сезінеді. Сіздің гормональный системаңыз, ішкі сезіміңіз еркектік сезім болады. Мен шештім. Түсінесіздер ме? Ер адамда бүкіл шешімдер бар. Аллах тағала сөйтіп беріп қойған. Әйел адам шешімдері жоқ. Әйел адам еркектен сұрайды. 100% жауапты деген сөз үйдегі әйел қайықта жүргені, балашыға қайықта жүргені шарт деген сөз. Мен мысал келтірейін. Мен қазір осы жерде Шымкентте жүрмін, семинарда. Әйелім маған жазады. Мен балашағамен бір жерге шықсам бола ма? Егер мен жауап берсем, я деп шығады. Жауап бермесем шықпайды. Түсінесіз ба? И это не потому, что я такой крутой, там, тиран. Потому что егер бірдеме болып қалса, оларға кім жауапты? Мен жауапты. Кейбір мәселелерді мен әйелге тиым салмаймын. Пожалуйста, қыдырым берсе қыдыр, ана істесең істе, адал болса, шыншыл болса, проблема жоқ ешқандай. Бірақ егер реально бір қауіп болса, реально переживание болса, мен білетін. Аллах Тағала маған салады бұл жауапкершілік. Маған жауапкершілікті берді Аллах Тағала. Значит, маған соның білімін де береді. Мен жүрегіме салып қояды. Жіберме. Рұқсат бер, рұқсат берме. Мен білмеймін неге жоқ деп айтқанымды. Бірақ менің жоқ дегенім қайырлы болып шығады түбінде. И бұны қабылдаған әйел адам жәннатқа кіреді. Проблемасы болмайды. Нағыз әйел болады сол кезде. Семьяның берекесі күшті болады. Күшейеді, ашылады сол жерде. Келсесіздер? Сондықтан нам выгодно иметь 100% ответственность. Әйел кісілер ответственность алмаңыздар, вообще алмаңыздар. Балашыға ауырып қалды ма? Күйеуіңе звондаңыз, сұраңыз. Ауырып қалыпты, қандай дәрі берейін? Сіз біліп тұрсаңыз да, сұраңыз, қандай дәрі берейін? Білмеймін, сен не деп ойлайсың, ол сұрайды сізден. Мен ойлаймын, мынаны берсем дұрыс болады. Вот соны бер. Вот сол қайырлы болады сіздерге. Ер адам крутой, еркек болып сезінеді. Әйел адам әйел болып сезінеді. А біз не істейміз? Мен білем өзім істей салам. Үйге келем, соншама нәрселер өтті семьяда, менің хабарым да жоқ. Мен айтам, мен кіммін бұл жерде? Хорошо, мен жұмыста жүрмін, хотя бы хабар берсін. Мен кіммін сонда? Мен сіздің басыңызды қатырмай қойайын деп айтпадым. Жоқ. Маған міндеттісін айтуға. Мен білуім қажет. Мен білсем, менің балдарым қажет жүрген. Ол балдардың жолы болады. Мен ішінен дұға жасаймын Аллахқа. Жолы болсын деп. Мен білмесем, бұл берекесі қажет. Ер адам соған арналған жауапкершілікке. Ер адам кішкентайынан, егер соған жауапкершілікті арта берсеңіз, ерте кезінен, ол тез есейеді. Егер қыз балаға жауапкершілікті арта берсеңіз, ол ер адам болып кетеді. Поэтому ер адам қылу үшін, сіз ер адам ретінде қарым-қатынас жасауыңыз керексіз. Магазинге шығып баратсыз ба? Айтыңыз, хабар беріп. Мен магазинге шығып баратым, рұқсат па? Вот, хорошо, бара бер. Зачем я ее буду ограничивать? Бара бер, жолың болсын. Бірақ бірдеме болып қалса, авария болып қалса, кім жауапты оған? Кім келеді оған көмекке? Ер адамдарыңыз келеді ғой. Ал егер сіздер оны құнсыздандырып, қош, не біледі ол, не айтады ол деп тұрсаңыз, онда сондай адамның әйелі боласыз. Обесцененный. Берекет қашады ол семьяда. Келсесіздер ме?
енді любой қарым қатынаста кішкене шығыңыздар. Любой қарым қатынасқа внимание қажет. Көңіл қажет. Дұрыс па? Вот мысалы сыртта тұрған охранник бар. Оның внимание сізге қажет па? Қажет па? Жоқ, қажет. Себебі қарым қатынас жоқ. Дұрыс па? 0. Сіз оған 0 беріп тұрсыз, ол сізге 0 беріп. Внимание жоқ уже. Келесіз ба? Любой қарым қатынаста 3 түрлі внимание бар. Позитивный внимание бар. Позитивный внимание деген не деген сөз? Жылы сөз сөйлеу. Қалайсың жаным, мен сені жақсы көремін. Қалай болды, анау қалай болды, мынау қалай болды. Жақсы бір көңілмен қалын сұрау, жақсы көрем деп айту, я? Көңілді білдіру, оның бәрі позитив внимание. Жақсы внимание. Отрицательный внимание бар. Бұл не? Қандай внимание? Претензия айту. Анау не, мынау не, неге бүйтіп жатсыз, неге сөйтіп жатсыз, недовольный болу. Я? Мен сізге недовольный болсам, мен сізге отрицательный внимание беріп тұрмын. Адам ауырып қалса, өзіне қандай внимание тартады? Отрицательный внимание тартады. Ауырған адам өзіне отрицательный внимание тартады. И үшінші вариант 0 внимания, игнорирование бар. Ең үлкен наказание бұл игнорирование. Бұдан артық наказание жоқ. Мен сізді игнорировать етсем, сіз мен үшін ешкім емессіз. 0. Түсінесіз ғой? Отношения тек қана осы жерде бола алады. Осы жерде отношения жоқ. Өкінішке орай, көп ағаларымыз мынандай случайлар бар. Әйелі бірдемені эмоцияны айта бастаса, мен просто спокойно үйден шығып кете саламын дейді. Ол не беріп тұр әйеліне? Игнорирование беріп. Самый страшный наказание. Сен мен үшін ешкім емессің деген сөз. Ол әйелдің 4 баласы бар. Жағдайы топ тұр. Последний лексикпен жүреді. Керемет жағдайлар. Бизнесмен күшті анау. Бірақ бүйтіп келіп тұр, әйелмен ұрысы күнә ғой. Әйелге қол көтеру күнә ғой. Сондай болып қалмасын дейді, просто қашып кетеді. Сөйтіп, шамалдан кейін ол әйелі разводқа подавать бар. Ажырасам дейді. Ол шок болып тұр. Мен оны ұрмадым дейді. Бәріне беріп тұрмын дейді. Неге ол кетіп бара жатыр дейді. Мен түсінбеймін ол әйелдерді дейді, тамақ. Мен айтамын, сен оған мынаны беріп тұрсың ғой сен. Мынаумен ол сенімен қарым қатынас жасай алмайды. Бұл нереаль нәрсе ғой. Түсінесіздер ме? Қараңызшы. Біз қазір ағалар әйелдерімізге положительный внимание береміз ба? Береміз. Қорқамыз. Құтырып кетеді. Потому что міндетті ғой ол. Жауапкершілікті толық өзімізге алмаймыз. Оған беріп қоямыз да, сырттан қарап отырамыз, істеп жатырмыз, істеп жатырмыз. Үйдемей тұрамыз, істейсің. Мақтаныңыз да келмей, ала сақтасын құтырып кетеді мынау. Бар ма ондай қорқыныш? Сондықтан мынаны бермейміз. Я? Бірақ нені береміз, мынаны бермесек? Игнор береміз, дұрыс па? Ол игнормен өмір сүре ала ма әйеліңіз? Қайталап айтайын. Түпсана дәрежесінде, түпсана подсознанияда. Бұл процестің бәрі подсознанияда, саналы түрде емес. Әйел адам мынауын ала алмағаннан кейін, мынаумен өмір сүре алмайды ғой. Қиналады кәдімгідей, жаны қиналады. И ол сізден не алатын болады? Жоқ дегенде осыны алайын хотя бы. А ол не? Недовольство. Ұрыс керіс, претензия. И біз үйге келеміз да, әйел постоянно недовольный. Ол әйелден тікелей сұрасаңыз, не болды саған деп айта алмайды ол неге недовольный екен. Айта алмайды. Оның жауабы жоқ ішінде. До того толып кеткен жауаптары, претензиялар. Неге? Себебі мынауын беріп тұрған жоқпыз. Мынаумен өмір сүре алмайды. Вынужденно семьяда қалу үшін, өзін әйел адам ретінде сақтап тұру үшін, ол не істейді? Отрицательный внимание тартады өзін. Оны тарту үшін не істеу керек? Әйелдер жақсы біледі ғой. Просто түрін келтіріп алды. Ер адам сұрайды, не болды саған?
деп қарайды да. Игнор жасайды оған. Одан сайын жынданады еркек. Ничего себе, сен қалайсың жасап жатсың маған? Мен саған не істедім? Ол ештеме. Вообще айтпа маған, білмеймін дейді. Біз не істейміз соны? Бізде не алып тұр ол? Отрицательный внимание. Неге ананы істемедің? Неге мынаны бүйтпедің? Постоянно сөйтесің. Претензия. Вообще қатысы жоқ темаға. Көп претензиялар темаға қатысы емес болуы мүмкін ағалар. Бірақ оның причинасы сол айтып отқан темада емес. Оның причинасы положительный внимание жоқтығынан. Түсініп отырсыз ба? Келсесіз ба? Егер анаңызға, аналарыңызға, ағалар, бұл ағаларға қатысты. Положительный внимание бермесеңіз, онда ол кісі мынаумен өмір сүре ала ма? Игнорировать сүре ала ма? Қиналады, дұрыс па? Не алады сізден? Жоқ дегенде мынаны алады. Қалай алады? Тікелей сізге айта ала ма? Балам, сен құтырып кеттің, көңіл аудармайсың маған. Айтпайды ғой. Ана ғой, жақсы көреді ғой. Өшті кімнен алады? Келіннен алады. Білмеймін неге дейді да? Келін нервімен тиіп тұр дейді да? Келісесіздер ма? Келін мен ененің арасындағы проблема бар ғой? Ол проблема жоқ. Келін мен ененің арасындағы проблем не существует. Есть проблема между сыном и мамой. Если моя мама, менің анам, менің әйелімді жеп атса, белгілі бір себептермен. Ана мен баланың арасында мәселе болса, келінмен проблема болады. Әйелімен ешқандай қатысы жоқ. Әйел ол жерде просто оказалась не в том месте, не в то время. А біз еркектер не істейміз ондай кезде? Сырттан қарап отырамыз да айтамыз, что там, шешіздер ма? Я әйелдер ғой өздері шешеді деп айтамыз еще. Қалай ойлайсыздар? Ене келінге жауапты ма? Келін енесіне жауапты ма? Оларда перекрестный ответственность жоқ. Олар бір-біріне чужой адам вообще. Мен келінді қызындай көрем, андай көрем, бұндай көрем. Шын болар. Ол сіздің қызыңыз емес. Ол келін. Келсесіз ба? Егер менің анам әйеліме претензия жасап жатса, мен сразу білем. Кімге претензия? Маған претензия. Менің анам мынаны ала алмағаннан кейін, мынамен өмір сүре алмай тұр. Мынаны тартады. Егер жақсы ана болса, сондай сабырлы, білімді болатын болса, әйеліме просто так тиісе алмайды, бала-шағама просто так тиісе алмайды, ол не істейді онда? Ол кісі ауырады онда. Давлениесі көтеріледі, андайсы болады, мындайсы болады, внимание сөйтіп тартады. Причем тағы да қайталап айтайын, бұл саналы процесс емес. Бұл подсознательный процесс. Поэтому аналарыңыз сау болсын десеңіз, оларға не беру керек? Положительное внимание беру керек. Қалай бере аламыз аналарымызға положительное внимание? Қалай бере аламыз? Қалай ойлайсыздар? Хотя бы бір рет күніне звондаңыз анаңызға. 2-3 минут. Ана қалай, амансыз ба? Анашым, жақсы ұйықтадыңыз ба? Денсаулығы жақсы ма? Не алып берейін? Бірге алып берейін бе жұмыстан? Бәрі жақсы ма? Жоқ, балам, өзің жолың болсын, жұмысын істей бер. Болды, сізге ол жетеді. Әке шешесінің дұғасы қабыл. Ол жерде ешқандай қатты бір нәрсе де жоқ, просто балам жолың болсын дегені сіздің плюс тағы $1 миллион. Сөйтіп айтсам түсінікті болады просто. Түсініп отырсыз? Бұл өте маңызды нәрсе. Анаңыз игнорированиемен өмір сүре алмайды. Постоянно сізде негатив тартып отыр. Бұл заңдылық. Анаңызға күнде звондап, қалыңызды біліп тұрсаңыз, жолға шыққан кезде батасын алып тұрсаңыз, жолға шығып баратын, даже көрші ауылға шығып тұрсаңыз да, мен бара жатыр едім бұл жерге. Анашым просто қалыңызды білейін деп звондап едім, жолың болсын деп, сіздің сөзіңізді, батаңызды алайын деп едім.
Болды балам, жолың болсын, жүре бер, болды, жақсы болсын бәрі. Ойдағыдай болсын, болды, ана не дейік басқа. Соның өзі Аллах Тағала қабыл етеді. Преградасыз. Бұл керемет нәрсе. Әкеңізге положительный внимание бересіз ба? Біздің балалар, біздің ағалар әкесімен вообще сөз. Көп жағдай. Сөйлеспесе не береді оған? Игнормен өмір сүре ала ма? Әкесі көрген сайын жын келіп тұрып баласына. Не өрметейіп тұрсын білмеймін дейді. Әке не болды, не істедім мен сізге деп тұрмыз. Білмеймін, өз түсіндіре алмайды өз. Бірақ сізден не алады ол? Отрицательный момент тартады. Автоматты түрде недоописательный пацан сөйлей бересің. Постоянно недовольны болады. Немересіне тиіседі, келінге тиіседі,